Мәида сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Уа иман келтіргендер, Алламен немесе адамдармен жасаған келісімдеріңнің шарттарын толық орындаңдар. Өздеріңе харам екендігі айтылған немесе айтылатындардан өзге, яғни түйе, сиыр, қой, ешкі сынды жануарлардың еті адал етілді. Бұған қоса, ихрамға кіргендеріңде сендерге аң аулау адал емес, алайда басқа біреудің аулағанын жесеңдер болады. Шүбәсіз, Алла қалауына қарай үкім шығарады. Уа иман келтіргендер, Алланың қасиетті еткен жұма және айт намаздары, құрбандық, азан, жамағатпен оқылатын намаз, қажылық, һәм оның рәсімдері сынды исламның рәміздеріне айналған нышандарын, соғысуға тыйым салынған қасиетті айларды, қажылық маусымында қағбаға тарту етілген құрбандықтарды, һәм ен салынып, белгі тағылған құрбандық малдарды, сондай-ақ Раббыларыңның шексіз шарапаты мен разылығына бөленуді қалап, Байтул Харамға, яғни қағбаға бет алған қажыларды қорлаушы болмаңдар. Ихрамнан һәм қасиетті аймақтан шыққаннан кейін, қаласаңдар, саятшылық құрыңдар. Кезінде харам мешітін зиярат етулеріңе кедергі жасап, жолдарыңды бөгеген қауымға деген өшпенділіктерің, яғни қасиетті мекенде һәм қасиетті айда оларға қастық жасап, күнәға батуларыңа сеп болмасын. Өздеріңді Аллаға жақындататын иман, садақа, намаз, сабыр сақтау сынды ізгі істерде, сондай-ақ тақуа болу мәселесінде бір-біріңе жәрдемдесіңдер. Ал күнәлі істерде һәм дұшпандық жасап, шектен шығуда біріңе бірің болыспаңдар. Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алланың жазасы тым қатты. Сендерге арам өлген мал, қан, доңыз еті және Алладан басқаның атынан сойылған малдың еті харам етілді. Сондай-ақ, жаны шықпай жатып, шариғатқа сай бауыздап үлгергендеріңді қоспағанда, буынып, соққы жеп, биіктен құлап, сүзіліп немесе жыртқышанға таланып өлген малдың еті, һәм пұттардың алдында сойылған және жебемен, яки басқа нәрсемен бал ашып, немесе құмар ойындарын ойнап тапқан малдың етімен, басқа да азық түліктері харам етілді. Міне, осыларды жеу Аллаға бағынбауды білдіреді. Бүгінгі таңда кәпірлер діндеріңнен күдерін үзді, яғни исламның тамыр жайып, күшеюіне бөгесін бола алмайтындығына көздері анық жетті. Ендеше олардан қорықпаңдар. Менен қорқып, менен ғана именіңдер. Міне, бүгін діндеріңді кемеліне жеткіздім. Сендерге деген нығметімді тамамдадым. Және сендер үшін дін ретінде исламды таңдадым. Кім-кім күнәға әуестігінен емес, қатты ашыққаннан, яғни харам етілген нәрселерді жеуге мәжбүр болса, шүбәсіз, Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Олар сенен азық түліктерінен ненің адал екенін сұрайды. Оларға былай деп айт: сендерге таза, әрі денсаулыққа зиянсыз азық атаулының бәрі адал етілді. Алланың өздеріңе үйреткені бойынша аң аулауға баулыған жануарларыңның өздеріңе ұстап әкелгендерін жеңдер. Оларды аңға салғандарыңда бисмилля деп Алланың атын атаңдар. Алладан қорқыңдар. Яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Бүгін сендерге таза, әрі денсаулыққа зиянсыз нәрселер адал етілді. Сондай-ақ сендерге кітап иелерінің таза, әрі денсаулыққа зиянсыз тағамдары мен
Алладан өзгенің атын атамай сойған малдары да адал. Сендердің адаластарың да оларға адал. Сонымен қатар, нәпсі құмарлыққа бой алдырмай, ар тазалығын сақтайтын, әрі ешкіммен ашына жай болмайтын ерлер ретінде тиісті мәһрлерін беріп некелесетін болсаңдар, арлы да, адал мүмін әйелдер, һәм өздеріңнен бұрын Алладан иләһи кітап алғандардың арасындағы арлы да, адал әйелдер, сендерге адал, кім-де-кім, иманы жоққа шығып, яғни, исламның үкімдерін теріске шығарып, күпірлік қылса, істеген бүкіл істері зая кетеді. Және, ақиретте де, зиян шегушілердің қатарында болады. Уа мүміндер, намазға тұрар алдында, беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтаққа дейін, яғни шынтақты қоса жуыңдар, бастарыңа мәсіх тартыңдар, және аяқтарыңды тобыққа дейін, яғни тобықты қоса жуыңдар. Егер бой дәреттерің бұзылса, бастан аяқ жуынып, бой дәрет алыңдар. Ал егер науқас, немесе жолаушы болсаңдар, яки үлкен дәретке отырып келгеннен кейін, не әйелмен қосылғаннан кейін, жуынатын су таба алмасаңдар, таза топыраққа таяммум соғып, яғни алақандарыңды таза топыраққа соғып, беттеріңді және қолдарыңды шынтаққа дейін сипаңдар. Алла сендерге ауыртпалық артқысы келмейді. Керісінше, шүкірлік етерсіңдер деп, сендерді тәндік һәм рухани кірлерден тазартуды және өздеріңе берер нығметін тамамдауды, хақ дінді бүге-шігесіне дейін баяндап, толық түсіруді қалайды. Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін және естідік һәм мойын сұндық, әміріңе құлдық дегендеріңде өздеріңнен алған уәдені һәм сол арқылы мойындарыңа артқан міндеттерін естеріңе алыңдар. Алладан қорқыңдар. Яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер һәм оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз, Алла пенделерінің көкірегіндегі бар сырды біледі. Уа, иман келтіргендер, Алла үшін қолдарыңнан келгенше турашыл, куәлікке жүргенде қарағылды қақ жарған әділ болыңдар. Қайсы бір қауымға деген өшпенділіктерің, немесе олардың сендерге деген өшпенділігі сендерді әділетсіздік жасауға итермелемесін. Әрдайым әділ болыңдар. Біле білсеңдер, тақуалыққа ең жақыны, ең лайығы, міне сол, Алладан қорыққандар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шүбәсіз Алла, не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Алла иман келтіріп, игілікті істер істегендерге кешірім жасауды, һәм үлкен сый-сияпатқа, зор сауапқа бөлеуді уәде етті. Ал иман келтірудің орнына күпірлік қылып, болмыстағы һәм өз бойларыңдағы ақиқаттың айғағы болған дәлелдерімізбен кітаптағы аяттарымызға сенбегендерге келсек, міне солар тозақтықтар. Уа иман келтіргендер, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Кезінде әрбір қауым сендерге қол салып, бәріңді қырып тастамақшы болғанда, Алла олардың қолын қағып тастап, сендерге тигізбеген еді. Ендеше Алладан қорқыңдар, яғни Аллаға тиісінше тағзым етіңдер. Оған қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Шынайы мүміндер, бір Аллаға арқа сүйеп, тәуекел етсін. Расында, Алла Исраил ұрпақтарынан берік уәде алған еді. Біз олардың арасынан 12 рудың әрқайсысынан бір-біреуден 12 өкіл тағайындаған едік. Сонда Алла оларға былай деді: шүбәсіз, мен сендермен біргемін. Егер сендер намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытылы оқсаңдар, зекетті толық берсеңдер, пайғамбарларыма иман келтіріп, қолдау көрсетсеңдер, және мал пұлдарыңды Алла жолында жұмсау арқылы Аллаға жақсы қарыз берсеңдер,
онда күнә қателіктеріңді сөзсіз кешіремін, һәм міндетті түрде жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Ал енді, бұдан кейін араларыңнан кімде-кім алғыс айтудың орнына күпірлік қылса, шүбәсіз тура жолдан адасқан болады. Міне, содан кейін оларды уәделерін бұзғаны үшін рахмымыздан аластап, лағнеттедік, әрі тас жүректі қылдық. Олар үнемі қасиетті кітаптағы сөздердің орнын өзгертіп бұрмалайды. Сондай-ақ өздеріне айтылған уағыз насихаттың көбін елемей ұмыт қалдырды. Олардың бірең сараңы болмаса, көпшілігінің үнемі опасыздық жасағанын көресің. Сонда да оларды кеш, теріс қылықтарын көңіліңе алма. Шүбәсіз, Алла жақсылық жасаудан танбайтын, ізгі жандарды жақсы көреді. Сондай-ақ, біз христианбыз дейтіндерден де берік уәде алған едік. Алайда олар да өздеріне айтылған уағыз насихаттың маңызды бөлігін елемей, сол күйі ұмыт қалдырды. Міне сондықтан біз олардың арасына қиямет күніне дейін жалғасын табатын дұшпандық пен өшпенділік сезімін салдық. Алдағы уақытта Алла олардың не істеп не қойғандарын, бар өнерлерін, теріс қылықтарын беттеріне басады. Уа кітап иелері, расында сендерге кітаптан, Тәурат пен Інжілден осы күнге дейін жасырып келген нәрселеріңнің көбін өздеріңе ашық баяндайтын, һәм сол жасырған нәрселеріңнің көбін беттеріңе баспай, кешіріммен қарайтын елшіміз келді. Расында, сендерге Алладан ой саналарыңды, жүректеріңді һәм бар жолдарыңды шуаққа бөлейтін нұр, яғни пайғамбар мен өзі қандай ашық, айқын болса, ақиқатты да дәл солай ашық, айқын баяндайтын кітап, яғни Құран келді. Алла сол нұр мен кітап арқылы өзінің разылығына бөленуді қалап, соған сай әрекет ететіндерді жан тыныштығына, есендікке һәм мақсат мұраттарына жеткізетін жолдарға салады. Оларды өз қалауы һәм шексіз шарапат мен тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығарады және тура жолға салады. Шүбәсіз Мәрия ұлы Иса Мәсіх Алла дейтіндер сөзсіз күпірлік қылды. Ендеше оларға, егер Алла Мәрия ұлы Иса Мәсіхті, оның анасын және жердегі жаратылыс біткеннің бәрін құртып, жоқ қылуды қаласа, оған кім қарсы тұра алады деп айт. Шынтуайтында, күллі аспан әлемі мен жердің һәм сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Ол қалағанын жаратады. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Яһудилер мен христиандар, біз Алланың балаларымыз, сүйіктілеріміз деп айтады. Оларға, ендеше неліктен Алла сендерді істеген күнәларың үшін азаптауда деп айт. Жоқ, керісінше, сендер Алла жаратқан адамзат ішіндегі бірер қауымсыңдар. Қалағанын кешіреді, қалағанын азаптайды. Шынтуайтында, күллі аспан әлемі мен жердің және сол екеуінің арасындағы жаратылыс атаулының билігі бір Аллаға ғана тиесілі. Соңында бәрі оның алдына барады. Уа кітап иелері, пайғамбарлардың арасы үзіліп, біразға дейін пайғамбар келмей, хақ дін ұмыт бола бастаған шақта, яғни кейін бізге сүйіншілеуші де, ескертуші де келмеді деп айтпауларың үшін, сендерге бар ақиқатты ашық баяндайтын елшіміз Мұхаммед келді. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Бір кездері Мұса өз қауымына, уа халқым, Алланың өздеріңе нәсіп еткен нығметін естеріңе алыңдар. Ол араларыңнан пайғамбарлар шығарды. Сендерді кезінде Мысырда билік тізгінін ұстаған басшы, әмірші,
әрі азат қылды. Сондай-ақ, кезінде жер әлемде ешбір қауымға бермеген бір қатар нығметті сендерге нәсіп етті. Уа халқым, Алланың маңдайларыңа жазған мына қасиетті мекенге, яғни Құдусқа қорықпай кіріңдер, сырт айналып, жондарыңды беріп қашпаңдар, әйтпесе зиянға ұшырайсыңдар деп айтты. Сонда олар былай деп жауап берді: Әй Мұса, ол жерде адуынды, қатыгез қауым бар. Олар өз бетімен шықпайынша, біз ол жерге аяқ баспаймыз. Егер олар өз бетімен шықса, біз ол жерге міндетті түрде кіреміз деді. Сол кезде Алланың жазасынан қорқатын һәм Алла өздеріне кәміл иман мен шынайылық нәсіп еткен екі кісі суырылып шығып, қаланың қақпасына шабуыл жасап, сол арадан кіріңдер. Егер қақпадан ішіне енетін болсаңдар, сөзсіз жеңесіңдер. Егер шынымен мүмін болсаңдар, бір Аллаға тәуекел етіңдер деді. Ал қалғандары болса: Әй Мұса, әлгі озбыр қауым тұрғанда, біз ол жерге еш уақытта аяқ баспаймыз. Жоқ, ол жерге қайткен күнде де кіреміз десең, онда өзің және Раббың екеуің барыңдар да, олармен өздерің соғысыңдар. Ал біз осы арада отыра тұрамыз деп айтқандарынан қайтпай, қырсығып отырып алды. Сол сәтте Мұса: Уа Раббым, менің сөзім тек өзіме және бауырыма ғана өтеді. Ендеше бізбен мына жүгенсіз кеткен күнәһар қауым арасында өзің билік айтқайсың деп жалбарынды. Алла: Ендеше сол қасиетті өлке бұдан бұлай оларға 40 жыл бойы харам болады. Өздеріне жақсы болса, мына иен далада қайда барарын білмей қаңғырып жүрсін. Сен ендігі жерде жүгенсіз кеткен күнәһар, яғни асы қауым үшін қам жемей-ақ қой деп кесімді үкім айтты. Оларға адамның екі ұлының басынан өткен ғибратты оқиғаны айтып бер. Олардың әр қайсысы бірер құрбан шалған еді. Сонда біреуінің, яғни Абылдың құрбандығы қабыл болып, енді біреуінікі, яғни Қабылдікі қабыл болмады. Сол кезде құрбандығы қабыл болмаған Қабыл бауырына: Сені өлтіремін деді. Ол болса, расында Алла өзіне тиісінше тағзым ететін һәм қарсы келмейтін тақуа құлдарынан ғана қабыл алады. Егер мені өлтіру үшін маған қол жұмсасаң, сені өлтіру үшін мен саған қол жұмсамаймын. Шүбәсіз, мен әлемдердің Раббысы Алладан қорқамын. Сені өлтіріп күнәға батып, өз күнәма қоса, сенің де күнәларыңды арқалағым келмейді. Ендеше, жақсылап ойлан бауырым. Мені өлтіретін болсаң, барлық күнә сенің мойныңа артылады да, тозақтықтардың қатарына қосыласың. Өйткені, өзгеге һәм өзіне қиянат жасаушылардың жазасы сол деді. Қабылдың нәпсісі оны азғырып, бауырын өлтіруге итермеледі. Ақырында бауырын өлтіріп тынды. Сөйтіп, өз күнәларына қоса, өзгенің де күнәсін арқылап, оңбай зиянға ұшырағандардың қатарына қосылды. Сол кезде Алла оған бауырының денесін қалай жерлеуді көрсету үшін бір қарға жіберді. Әлгі қарға жерді тұмсығымен қазып, ол жерге бір нәрсені көмгенін көргенде, ол өз-өзіне: Қара бассын мені, осы қарға құрлы болмағаным ба, бауырымның денесін қалай жасыруды біле алмағанымды қарашы деп аһ ұрып, опық жегендердің қатарына қосылды. Міне сондықтан да Исраил ұрпақтарына мына үкімді жаздық: кімде-кім кісі өлтірмеген немесе жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасамаған бейгүнә жанды нақақтан нақақ өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргендей болады. Сондай-ақ, кім біреуді өлімнен құтқарып қалса, бүкіл адамзатты өлімнен құтқарғандай болады. Оларға елшілеріміз осындай үкімдермен
һәм өздерінің пайғамбар екендіктерін көрсететін айқын дәлелдермен, мұғжизалармен келген еді. Алайда, содан кейін де олардың басым көпшілігі жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасауда шектен шығуда. Расында, Аллаға һәм пайғамбарына қарсы соғыс ашқан және қарақшылықпен айналысып, лаңкестік әрекеттерге барып, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасағандарға берілетін жаза, өлім жазасына бұйыру немесе тірідей, яки өзгелерге сабақ болсын деп, өлі күйінде асу, я болмаса, қол аяқтарын шалыс, яғни оң қолы мен сол аяғын шабу, не жер түбіне айдау. Бұл олардың дүниеде көретін қорлығы, ал ақиретте олар үшін жан төзгісіз азап бар. Тек қолдарыңа түспей тұрып, істеген күнәларына өкініп, тәубеге келгендердің жөні бөлек. Біліп қойыңдар. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман келтіргендер, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер, һәм оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар, оған жақындай түсудің жолын, себебін іздеңдер, һәм оның жолында аянбай күресіңдер. Сонда екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Расында, дүниенің бар байлығы мен ондағы шексіз мүмкіндіктер һәм соның тағы бір есесі күпірлік қылғандардың қолында болса, сөйтіп олар қиямет күнінің азабынан құтылу үшін соның бәрін төлем ретінде берсе де қабыл болмайды. Олар үшін жан төзгісіз азап бар. Олар тозақтан шығуды қалайды, бірақ ол жерден әсте шықпайды. Олар үшін тозақта бітпейтін азап бар. Мейлі ер, мейлі әйел болсын, ұрлық жасағандарға келсек, өз қолымен істеген қылмыстары үшін Алла тарапынан белгіленген һәм өзге адамдарға сабақ болатын жаза ретінде қолдарын шабыңдар. Шүбәсіз, Алла азиз, бәрінен үстем, ұлы һәм хаким. Әрісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған, асқан даналық есі. Ал кім-де-кім істеген қиянатынан кейін тәубеге келіп, толық түзелсе, шүбәсіз, Алла оның тәубесін қабыл алады. Өйткені Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубеге келіп, өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Шүбәсіз, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі бар билікпен барлық нәрсенің бір Аллаға тиесілі екенін білмеймісің? Алла қалағанын азаптайды, қалағанына кеңшілік жасайды. Алланың құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Уа, ардақты елші! Құр ауызбен иман келтірдік дегенмен, жүрегі иман келтірмеген екі жүзділер мен яһудейлерден күпірлікте өзара жарысқандар көңіліңе қаяу түсірмесін. Олар сендер жайлы өсек аяң, жала һәм арандатуға бағытталған жалған сөзге құлақ түреді. Алдыңа мүлдем келмеген қауымның айтқанына құлақ түреді. Әрі солар үшін тыңдайды. Сондай-ақ олар сөзді, яғни Алланың сөзін бұрмалайды. Араларынан өзіңнен пәтуа сұрайтындарға, егер сендерге мынадай пәтуа берілсе, қабыл алыңдар, ал ондай пәтуа берілмесе, одан аулақ болыңдар дейді. Алла, әлдекімді бет пердесі ашылсын деп, сынауды қаласа, сөйтіп, ол сынақтан сүрінсе, ондай жағдайда, сен ол үшін Алланың алдында еш нәрсе істей алмайсың. Күпірлікте бір-бірімен жарысып, әбден азғындағаны үшін, Алла олардың жүрегін күпірлік пен күнәдан арылтуды қаламады. Олар сондай бейбақтар, сол себепті олар үшін дүниеде қорлық,
ал ахиретте тым ауыр азап бар. Олар жалған сөз тыңдауға құмар, харам нәрсені жеуге әуес. Егер алдыңа дауласып келсе, қаласаң, араларында билік айт, қаласаң олардан сырт айнал. Сырт айналсаң, олар саған титтей де зиян тигізе алмайды. Ал олардың арасында билік айтсаң, әділ үкім шығар. Шүбәсіз, Алла әділетті жандарды жақсы көреді. Алланың үкімдерін қамтыған Тәурат қолдарында тұрса да, араларындағы дау-дамайды шешу үшін қалайша сенің билігіне жүгінеді. Һәм содан кейін, неліктен сенің үкіміңе разы болмай, сырт айналып кетеді. Шынтуайтында олар шынайы мүмін емес. Тура жолға бастайтын ақиқаттар мен нұрға толы Тәуратты біз түсірдік. Хаққа мойын сұнып, шын мұсылман болған пайғамбарлар, яһудейлер арасында соған, яғни Тәуратқа қарап билік айтып, үкім шығаратын еді. Сондай-ақ, олардың арасындағы өздерін Алланың һәм адамдарды тәрбиелеп, түзету жолына арнаған раббанилер мен дін ғұламалары да Алланың кітабын бұрмаланудан қорғау міндетін мойындарына алғандықтан, соған қарап үкім шығаратын еді. Сондай-ақ олардың бәрі оның Алладан келген хақ кітап екеніне куә болған еді. Оларға кезінде Алланың кітабымен үкім шығару мәселесінде адамдардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар, һәм аяттарымды атақ-абырой, лауазым, мал-пұл, тағы сол сияқты болмашы бағаға сатпаңдар деп ескерткен едік. Кім-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар нағыз кәпірлер. Тәуратта оларға мына үкімді жаздық. Жанға жан, нақақтан нақақ кісі өлтіргенді өлім жазасына бұйыру. Көзге көз, нақақтан нақақ, көз шығарғанның көзін шығару. Мұрынға мұрын, нақақтан нақақ, мұрын бұзғанның мұрнын бұзу. Құлаққа құлақ, нақақтан нақақ, құлақ кескеннің құлағын кесу. Тіске тіс, нақақтан нақақ, тіс сындырғанның тісін сындыру. Және сол сияқты адам тәнін жарақаттаудың барлық түрінде осылай бірге бір қысас жасалады. Ал кім-кім қысас жасап кек алмай-ақ кешірім етсе, бұл ол үшін күнәләрінің өтемі болады. Кім-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар нағыз залымдар. Кейін сол пайғамбарлардың ізімен өзінен бұрын түскен Тәуратты растаушы ретінде Мәрия ұлы Исаны жібердік. Оған өзінен бұрын түскен Тәуратты растаушы, сондай-ақ тақуа жандар үшін тура жолдың қайнары һәм насихат болған, тура жолға бастайтын ақиқаттар мен нұрға толы Інжілді түсірдік. Ендеше, Інжілді ұстанғандар Алланың сол кітапта түсірген үкімдерімен үкім шығарсын. Кім-кім Алланың түсіргенімен үкім шығармаса, міне солар жүгенсіз кеткен күнәһарлардың нақ өзі. Уа Мұхаммед, саған өзіңнен бұрын түскен иләһи кітаптарды растаушы һәм бақылаушы ретінде ақиқаттың нақ өзі әрі хақ жолға бастаушы етіп, осынау кітапты түсірдік. Олай болса, кітап иелерінің арасында билік айтқандарыңда Алланың түсіргені бойынша үкім шығар. Өзіңе келген ақиқаттан сырт айналып, олардың әуейліктеріне еріп, өзіңе келген ақиқаттан тайма. Әр үмбетке өзіне тән шариғат һәм жол белгілеп бердік. Егер Алла қаласа, барлығыңды бір шариғатпен жүретін бір ғана үмбет қылар еді. Алайда ол әрбіріңді өзіне берген кітап арқылы сынау үшін осылайша әр алуан үмбет етіп жаратты. Ендеше, қол қусырып отырмай, немесе кері кетпей, игілікті істерде бір-біріңмен жарысыңдар, түбінде барлығыңда Аллаға қайтасыңдар. Сонда ол сендерге нәпсіге бой алдырып, өзара таласып тартысқан мәселелеріңнің ақ-қарасын ажыратып бәрін айтып береді. Һәм
араларыңда кесімді билігін айтады. Саған мынаны бұйырдық. Олардың арасында Алланың түсіргені бойынша үкім шығар. Олардың әуейліктеріне ерме. Сондай-ақ, Алланың өзіңе түсірген барлық үкімдерін сені айнытып, не болмаса жаңылтып жіберуінен сақтан. Егер олар Алланың үкімдерінен сырт айналса, онда біліп қой. Демек, Алла оларды кейбір күнәлары үшін бір бәлеге ұшыратқысы келеді. Задында адамдардың көбі Аллаға бағынбайтын азғын күнәһарлар. Жоқ әлде олар жахилият, яғни исламға дейінгі надандық дәуірінің үкімдерін көксей ме? Әйтпесе, ақиқатқа әбден көзі жеткен, ілімі мен иманы берік қауым үшін Алладан жақсы билік айтып, әділ үкім шығаратын кім бар дейсің? Уа иман келтіргендер! Мұсылмандарға қас дұшпан болған яһудилер мен христиандарды дос тұтпаңдар. Олар тек бір-біріне дос әрі қамқоршы. Араларыңнан кімде-кім оларды өзіне сырлас дос тұтса, шүбәсіз ол ақыры соларға ұқсап, солардың қатарына қосылады. О дүниеде де солармен бірге тіріледі. Шүбәсіз Алла сенім мен шариғи үкімдер мәселесінде адасып өз-өзіне қиянат жасаған ондай залым қауымды тура жолға салмайды. Уа Мұхаммед! Жүрегінде дерті бар 200-лердің жағдай аяқ астынан өзгеріп, басымыз бәлеге қалама деп қорқамыз десіп, сол залымдармен дос болу үшін бір-бірімен жарасқанын көресің. Кім біледі? Бәлкім, Алла жуық арада мүміндерге қандай да бір жеңіс немесе жетістік нәсіп етер. Не болмаса, сол 200-лердің өздерін, яки залым достарын өз тарапынан бір бәлеге ұшыратар. Сонда олар іштеріне бүккен 200-ліктер үшін ақырып қатты өкінеді. Сол кезде иман келтіргендер таң қалып, уа мүміндер, біз сендермен біргеміз деп жанын салып, Алланың атымен ант су ішкендер осылар емес педі деседі. Алайда, нәтижеде олардың бүкіл істері зая кетті. Сөйтіп олар жаппай зиянға ұшырады. Уа иман келтіргендер, араларыңнан кімде-кім, яки қандай да бір топ діннен безетін болса, біліп қойсын. Күндердің күнінде Алла олардың орнына басқа қауым әкеледі. Алла олар да Алланы жан тәнімен жақсы көретін болады. Олар мүміндерге өте кішіпейіл, кәпірлерге келгенде намысын жібермейтін өктем болады. Сондай-ақ олар Алла жолында аянбай, тынбай күрес жүргізеді, әрі өздерін жазғыратындардың жазғыруынан қорықпайтын болады. Міне бұл Алланың қалаған құлына ғана нәсіп ететін шексіз шарапаты. Алла уасиғ, кеңшілігі мол, кең Құдай, алим, құлдарының қайсты қандай ниетпен істегенін жақсы білетін шексіз ілім иесі. Уа мүміндер, сендердің жанашыр достарың бір Алла, содан кейін оның елшісі, және Алланың алдында барынша кішірейіп, мойын сұнған күйде, намаздарын кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытлы оқитын, және зекетті толық беретін мүміндер. Кімде-кім Алланы, пайғамбарын және иман келтіргендерді өзіне жақын дос тұтса, шүбәсіз, Алланың жағында болғандардың мерейі қайткен күнде де үстем болады. Уа иман келтіргендер, сендерден бұрын иләһи кітап алғандардың арасынан діндеріңді мазаққа һәм ойын күлкіге айналдырғандар мен өзге де уахи, иләһи кітап және хақ дінді қабылдамайтын кәпірлерді жақын дос тұтпаңдар. Шынымен мүмін болсаңдар, Алладан қорқыңдар. Яғни, Алланың пәрменіне қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Азан айтып намазға шақырғандарыңда, олар мұны мазаққа һәм ойын күлкіге айналдырады. Я, түрлеріне қарамай сөйтеді. Өйткені олар ақылға салып ойланбайтын, ақиқатты түсінбейтін сана сезімі төмен қауым. Оларға, уа кітап иелері, шамасы сендер бізді Аллаға, өзімізге түскен кітапқа һәм өзімізден бұрын түскен
Тәурат, Інжіл сынды иләһи кітаптарға иман келтіретін болғандықтан жақтырмайсыңдар. Ал өздеріңе келсек, басым көпшілігің тура жолдан тайған азғынсыңдар деп айт. Оларға, сендерді Алланың алдында ең жаман жазаға лайық болғандардың жай күйінен хабардар етейін бе? Олар Алланың қарғысына қалып, рахмынан мүлдем аласталған һәм қаһарына ұшырағандар. Алла олардың бір бөлігін маймылға, енді бір бөлігін доңызға айналдырып, тағы біреулерін тағутқа, шайтанға, жалған құдайларға, ел жұртты Алланың ақ жолынан тайдырушы зұлым күштерге құлдық ұратын бейшаралар етіп қойған. Міне солардың дүниеде де, ақиретте де алатын орны тым жаман. Олар түзу жолдан мүлдем тайғандар. Солармен мінездес, әрі ниеттес келетін 200-лер қастарыңа келгенде иман келтірдік дейді. Шынында, олар қастарыңа іштей кәпір болып келіп, іштей кәпір болып қайтады. Алла олардың іштеріне бүккен күпірліктерін жақсы біледі. Кітап иелерінің арасындағы ондай кәпірлердің басым көпшілігінің күнә істеуде, қастық жасауда, һәм харам нәрселерді жеуде бір-бірімен жарысқанын көресің. Олардың істеп жүрген бұл істері қандай жаман десеңші. Ең болмаса араларындағы елді тура жолға шақыратын діндарлары мен ғұламалары оларды ауыр күнәға батыратын сөздер айтудан және харам нәрселерді жеуден тыйса игі еді. Бірақ қайдан? Шынында, олардың өздерінің істеп жүрген істері де оңып тұрған жоқ. Яһудилер Алланың қолы байлаулы, яғни қолы тар деп айтты. Осы сөздер үшін олардың өз қолдары байланып, тар болып қалсын, һәм оларды қарғыс атсын. Жоқ, әсте олай емес. Алланың екі қолы да ашық. Ортаймайтын қазынасынан қалағанынша жұмсайды. Расында саған Раббыңнан түскен аяттар мен нығметтер, олардың басым көпшілігінің азғындығы мен көпірлігін арттыра түседі. Сонымен қатар, біз олардың арасына қиямет қайымға дейін жалғасын табатын дұшпандық пен өшпенділік салдық. Олар пайғамбар мен мүміндерге қарсы соғыс отын тұтатқан сайын, Алла оны сөндіріп тастайды. Алайда олар бір сәтке де тыным таппай, жер бетінде бүлік шығарып, бұзақылық жасаумен болады. Алла лаңшыл, бұзақыларды жақсы көрмейді. Егер кітап иелері тиісінше иман келтіріп, Аллаға тиісінше тағзым еткен һәм оған қарсы келуден сақтанғанда ғой, әлі де болса, солай істесе ғой, онда шүбәсіз істеген күнәләрін түгелдей кешіп, өздерін нығметке толы жұмақ бақшаларына кіргізер еді. Егер олар Тәурат пен Інжілді және Раббыларынан түскен өзге иләһи кітаптарды, соның ішінде ақырғы кітап Құранды лайықты түрде ұстанып, үкімдерін бұлжытпай орындағанда, онда шүбәсіз көктен жауатын һәм жерден шығатын қисапсыз нығмет пен құт берекеге кенеліп, төбелерінен де, аяқтарының астынан да молынан жеп ішетін еді. Дегенмен олардың арасында да діннің негізгі өлшемдерінен ауытқымай, дін сенім мәселесінде әсірелік немесе селсоқтық танытпай, орташа жолды ұстанатын ізгі де, ынсапты үмбет те жоқ емес. Алайда олардың басым көпшілігінің істеп жүрген істері қандай жаман десеңші. Уа, ардақты елші! Раббыңнан өзіңе түскенді үмбетіңе бұлжытпай жеткіз. Егер мұны істемесең, елшілік, пайғамбарлық міндетіңді тиісінше атқармағаның, Алла сені қаскөй адамдардан сақтайды. Шынында Алла кәпір қауымды мақсат мұратына жеткізбейді. Оларға, уа кітап иелері, Тәурат пен Інжілге һәм Раббыларыңнан түскен өзге де иләһи кітаптар мен қасиетті парақтарға, соның ішінде маған түскен ақырғы кітап Құранға лайықты түрде иман келтіріп, үкімдерін бұлжытпай орындамайынша, Алланың алдында ешқандай қадір қасиеттерің болмайтыны сияқты, дін тұрғысынан да сүйенетін ешбір негіздерің болмайды. Дегенмен, уа Мұхаммед, Раббыңнан
өзіңе түскен осынау Құран мен нығметтер олардың көбінің азғындығы мен күпірлігін одан сайын арттыра түсуде. Алайда сен ондай кәпір қауымға бұла мұңайма. Аллаға мен мұсылманмын деп, Аллаға және Құранға иман келтірдік дейтіндер болсын. Яһудилер, сәбилер және христиандар немесе басқалар болсын. Мейлі, белгілі бір атауға немесе мен пәленмін, түгенмін деп құр ауызбен айтуда емес. Мәселе мынада, кім, шынайы түрде Аллаға және ақирет күніне иман келтірсе, мәні де сол иман негізінде түзу, дұрыс және өздерін әрі қоғамды түзетуге бағытталған игі істер істесе, онда олар үшін, әсіресе ақиретте, ешқандай да қорқыныш жоқ. Сондай-ақ олар еш жабықпайды. Расында біз Исраил ұрпақтарынан иман келтіріп, игілікті істер істегендеріне қатысты берік уәде алып, оларға талай пайғамбар жіберген едік. Алайда оларға көңілдеріне жақпайтын үкімдермен пайғамбар келген сайын, кейбірін өтірікшіге балап, енді бірін нақақтан нақақ өлтірумен болды. Солай істеу арқылы, олар өз басына күн тумайды, ешқандай бәле келмейді деп ойлады. Сондықтан, ақиқатты көрмейтін көрсоқыр, әрі насихатты, һәм ескертулерді естімейтін таскерең болды. Кейін Алла оларға тәубе етуді нәсіп етіп, тәубелерін қабыл алды. Алайда содан кейінде олардың басым көпшілігі қайтадан бәз баяғы қалпына түсіп, көрсоқыр әрі таскереңге айналды. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін анық көруде. Расында Алла Мәрия ұлы Иса Мәсіх дейтіндер шүбәсіз күпірлік қылды. Ал Мәсіхтің өзі былай деген еді: «Уа Исраил ұрпақтары, менің де, сендердің де Раббыларың болған бір Аллаға құлшылық етіңдер. Кім Аллаға өзгені серік етіп қосса, шүбәсіз Алла оған жұмақты мүлдем харам қылды. Оның ақырында барып паналайтын жері тозақ болады. Аллаға серік қосу арқылы ең үлкен қиянатты жасаған залымдарға ақиретте қол ұшын беретін бірде-бір медеткер табылмайды. Сондай-ақ, расында Алла үш құдайдың бірі деп айтатындар да күпірлік қылды. Шынтуайтында бір құдайдан басқа құдай жоқ. Егер олар осы айтқанынан танбаса, араларынан осылайша күпірлікте қасарысқандар міндетті түрде жан төзгісіз азапқа ұшырайды. Ендеше олар әлі де болса, күпірліктеріне өкінген күйде, Аллаға бір жолата бет бұрып, одан кешірім тілемей ме? Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Рахим, әсіресе тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Мәрия ұлы Иса Мәсіх ақиқат жаршысы ретінде жіберілген елші ғана. Одан бұрында талай елшілер келген. Оның анасы да құдай емес, Аллаға шын берілген, өте шыншыл, арлы да ибалы жан еді. Екеуі де өзге адамдар сияқты ас ішетін. Оларға дәйекті ақиқаттарды қалай баяндайтынымызға зер сал. Алайда, соған қарамастан олардың кейбір нәрселердің ықпалынан шыға алмай, қалай ақыл есінен адасып, сағым қуып жүргенін көрмеймісің? Оларға, сонда сендер бір Аллаға құлшылық етуді былай қалдырып, өздеріңе зиян да, пайда да келтіре алмайтын, әлсіз жаратылыстарға құлдық ұрып, табынасыңдар ма де? Шүбәсіз, Алла Сәмиғ, бәрін толық естуші, һәм Алим, бәрін толық білуші. Оларға, уа кітап иелері, діндеріңде ақиқаттың шеңберінен асып, жөн жосықсыз шектен шығушы болмаңдар. Бұдан бұрын тура жолдан адасып, өздері адасқанмен қоймай, көптеген адамдарды да адастырған қауымның. Сондай-ақ, бүгінгі таңда да түп-түзу жолдан тайғандардың әуейліктеріне ермеңдер деп айт. Исраил ұрпақтарынан күпірлікке бой алдырғандар
Дәуіт пен Мәриям ұлы Исаның тілімен лағнеттелді. Өйткені олар Аллаға қарсы келіп, азғындықта үнемі шектен шығатын еді. Олар қандай да болмасын, жаман іс істегенде, одан бір-бірін тыймайтын еді. Расында олардың бұл қылығы қандай жаман еді. Сондай-ақ, олардың басым көпшілігінің мүміндерді бұлай қалдырып, кәпірлерді өздеріне жақын дос тұтқанын көресің. Олардың өздері үшін, яғни о дүниедегі мәңгілік өмірлері үшін, өз қолымен істеп, ақиретке жөнелткен істері және өздерін Алланың қаһарына ұшырататын бұл қылықтары қандай жаман еді. Сол үшін олар тозақта мәңгі бақи қалып, азап шегеді. Егер олар Аллаға, ақырғы пайғамбарға және оған түсірілгенге, яғни Құранға, шынымен иман келтірсе, кәпірлерді дос тұтпас еді. Олардың көбі Аллаға бағынбай, тура жолдан мүлдем тайған азғындар. Уа Мұхаммед, иман келтіргендерге адамдар арасынан қас дұшпан болғандардың яһудейлер мен Аллаға серік қосатын мүшриктер екенін анық көресің. Сондай-ақ, адамдар арасынан мүміндерге сүйіспеншілік, ықылас жағынан ең жақыны біз насарамыз, яғни христианбыз деп айтқандар екенін анық көресің. Өйткені олардың арасында ілім мен құлшылыққа жан тәнімен берілген дін басылары мен дүниені тәрк етіп, шіркеулерде күндіз-түні құлшылық ететін құдайшыл жандар бар. Олар кішіпейіл болғандықтан әсте көкірек керіп, тәкаппарланбайды. Алла елшісіне түсірілген Құранды естігенде, өздеріне бұрыннан таныс, һәм мәлім болған біраз ақиқаттарды естігендіктен, көздері мөлтілдеп, жасқа толғанын көресің. Сонда олар, уа Раббымыз, түсірген мына кітабыңа, һәм жіберген елшіңе шек шүбәсіз иман келтірдік. Бізді де ақиқатқа, Құранға және ақырғы пайғамбарға куә болушылардың қатарына жаза көр деп жалбарынады. Сондай-ақ, Раббымыздың бізді ізгі қауыммен бірге жұмаққа кіргізуін аңсап, үміт етіп жүргенімізде, Аллаға һәм өзімізге келген ақиқатқа иман келтірмей бізге не көрініпті деп айтады. Осылай айтқан үшін Алла оларға жайқалған жасыл бауларының астынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын һәм ішінде мәңгі бақи бақытты ғұмыр кешетін жұмақ бақшаларын сыйға тартты. Міне, ниеті де, ісі де түзу болған ізгі жандардың алатын сыйы осындай. Ал күпірлік қылып, аяттарымызды жалған деп сенбегендерге келсек, олар тозақтықтар. Уа иман келтіргендер! Алланың сендер үшін адал еткен таза әрі денсаулыққа зиянсыз нығметтерін өздеріңе харам қылмаңдар, һәм оларды ысырап қылу арқылы шектен шықпаңдар. Шүбәсіз, Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Алланың сендерге ризық етіп берген нығметтерінен халал һәм таза болған күйінде ішіп жеңдер. Өздерің иман келтірген Аллаға қарсы келуден барынша сақтаныңдар. Алла тағала сендерді аңдамай ішкен, яғни саналы түрде айтылмаған, құр ауыздан шыққан анттарың үшін жауапқа тартпайды. Алайда саналы түрде өздеріңді қандай да бір нәрсені орындауға міндеттеп, ішкен анттарың үшін, өздеріңді қандай да бір нәрсені орындауға міндеттеп ішкен анттарың үшін жауапқа тартады. Міне осындай антты бұзсаңдар, оның өтеуі өз бала-шағаларыңа беретін ас-ауқаттың орташа мөлшерінде 10 міскінді тамақтандыру немесе 10 пақырды киіндіру, я болмаса бір құлды азат ету. Бұған шамасы жетпеген кісі 3 күн ораза ұстасын. Міне саналы түрде ішкен анттарыңның бұзылған жағдайдағы өтеуі осы. Ендеше, болмашы нәрсе үшін ант етпеңдер, ал ант еткен жағдайда анттарыңды бұзбаңдар. Алла өзіне әбден борышты екендеріңді сезіне отырып, сөз һәм іс жүзінде
шүкіршілік білдірерсіңдер деп, аяттарын сендерге осылайша ашық баяндайды. Уа иман келтіргендер! Арақ шарап сынды адамды мас қылып ақылынан адастыратын нәрселер, құмар һәм өзге де ұтыс ойындары, табыну үшін орнатылған пұттар, және жебелермен яки құмалақ, картасында басқа да нәрселермен балашу, шайтанға ғана тән лас істер. Ендеше екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін бұлардан аулақ болыңдар. Шүбәсіз, шайтан арақ шарап сынды адамды мас қылып ақылынан адастыратын нәрселер һәм құмар ойындар арқылы араларыңа дұшпандық пен өшпенділік отын жағуды, сендерді Алланы еске алудан һәм намаздан қақпайлауды, яғни тыюды ғана көксейді. Ендеше бұлардан тыйылдыңдар ғой, солай емес пе? Бұлардан түбегейлі бас тартыңдар. Сөйтіп, Аллаға мойынсыныңдар. Алла елшісіне мойынсыныңдар, және оларға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып, сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар. Елшіміздің міндеті хақ дінді бүге-шүгесіне дейін ашық түрде жеткізу ғана. Иман келтіріп, игілікті істер істейтіндер, пенделікпен істеген күнәлері үшін қорқып, иманда табандылық танытып, игілікті істер істеуді жалғастырса, содан кейін тақуалықта табандылық танытып, иманы күшейе түссе, һәм содан кейін тақуалыққа терең бойлап, бүкіл істерін Алланы көріп тұрғандай риясыз істейтін болса, бұрынырақта талғамай ішіп жеген харам нәрселері үшін күнә арқаламайды. Алла міне осындай игілікті істер атқаратын ізгі жандарды жақсы көреді. Алла өзін көрмесе де, сондай-ақ оңаша қалған кезде, өзінен шынымен именетін құлдарын анықтау үшін, ихрамға кірген кездеріңде, қолдарың, немесе найзаларың, яғни қаруларың еркін жететін жерден аң шығарып сендерді сынап бағады. Кім-кім соған қарамастан аң аулап шектен шығатын болса, ол үшін жан төзгісіз азап бар. Уа иман келтіргендер! Қажылық немесе умра жасау ниетімен ихрамға кіргендеріңде аңдарды өлтіруші болмаңдар. Араларыңнан кім-кім ихрамға кіргеннен кейін қандай да бір аңды қасақана өлтірсе, істеген күнәсінің сазайын тарту үшін оған жаза беріледі. Жазасы өлтірген аңына пара-пар келетін, қағбаға тарту ретінде жеткізілетін құрбандық мал болады. Бұған қатысты араларыңнан екі әділ кісі үкім шығарады. Егер лайықты құрбандық мал табылмаса, соның өтемі ретінде өлген аңның құнына тең ас-ауқат пен пақыр міскіндерді тамақтандыру немесе сол аңның құнына қанша пақырды тамақтандыру мүмкін болса, сонша күн ораза ұстау керек. Бұған қатысты бұрынырақта істеген күнәларыңды Алла бір жолата кешті. Алайда кім-кім бұл күнәні қайта істесе, Алла оның тиісті сазайын береді. Алла азиз, ұлы, бәрінен үстем, һәм кімнің болса да сазайын беруге толық құдіретті. Уа ихрамға кіргендер! Теңізден балық аулау һәм одан алынатын қорек түрлері сендерге де жолаушыларға да ризық, азық болсын деп адал етілді. Ал құрлықта аң аулау, ихрамнан шықпайынша сендерге харам қылынды. Ендеше, түбінде бірін қалмай алдына жиналатын Аллаға қарсы келіп, асы болудан, сөйтіп азапқа душар болудан барынша сақтаныңдар. Алла қасиетті үйі Қағбаны адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі, әрі олардың қауіпсіздігі, танысып табысуы һәм өзара жәрдемдесу үшін маңызды себеп қылды. Сондай-ақ қажылық парызы өтілетін қасиетті айларды, құрбандық малын, әсіресе мойнына белгі тағылған бағалы құрбандық малдарын да адамдар үшін дін мен дүние тіршілігінің тірегі қылды. Міне бұл Алланың күллі аспан әлеміндегінің һәм жердегінің бәрін білетін, сондай-ақ расында Алланың барлық нәрсені толық білетінін біліп жүрулерің үшін, сондай-ақ Алланың жазасының тым қатты екенін, әрі Алланың ғафур, өте кешірімді, һәм рахим,
әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін біліп қойыңдар. Алла елшісінің міндеті хақ дінді толық жеткізу ғана. Алла сендердің ашық айтқан сөздерің мен жария істейтін істеріңді де, жасырын істейтін істерің мен ішке бүккен ниет пиғылдарыңды да білет. Уа Мұхаммед, лас әрі арам болғанның көптігі көңіліңе ұнаса да, лас пен таза, арам мен адал тең бола ма? Уа ақыл иелері, ендеше іс-әрекет әрі дүние мәселесінде аз көп демей, әркез таза һәм адал болғанды таңдаңдар. Лас әрі арам болғаннан аулақ жүріңдер. Екі дүниеде де мақсат мұраттарыңа жету үшін Аллаға һәм оның қойған өлшемдеріне құрметпен қараңдар. Оған қарсы келуден барынша сақтаныңдар деп айт. Уа иман келтіргендер, Алла елшісіне лайықты түрде құрмет көрсетіңдер. Өздеріңе бұйырғандарын толық орындап, тыйған нәрселерінен бойларыңды аулақ салып, соны қанағат тұтыңдар. Ашық айтылған жағдайда көңілдеріңе жақпай қалатын, әсіресе діни міндеттерді қиындатып жіберетін мәселелерді қазбалап сұрай бермеңдер. Егер ондай мәселелерді ашық айтылған жағдайда көңілдеріңе жақпай қалатын, әсіресе діни міндеттеріңді қиындатып жіберетін мәселелерді қазбалап сұрай бермеңдер. Егер ондай мәселелерді Құран аяттары бірте-бірте түсіріліп, өздеріңе оқылып жатқанда сұрап білгілерің келсе, сендерге ашық айтылатын нәрселер өз орнымен онсыз да баяндалуда. Негізінен өздерің кезінде сұраған, немесе алдағы уақытта сұрайтын біраз нәрселер бар. Алла оларды сендерге міндеттемейді. Алла ғафур, өте кешірімді, халим, күнәға батқан құлдарын бірден жазаламай, тәубе етуіне мұрсат беретін өте сабырлы, кеңшілік жасаушы. Сендерден бұрын келген бір қауым өздеріне келген пайғамбардан әлгіндей мәселелерді қазбалап сұрай беретін еді. Алайда кейін сұраған мәселелері өздеріне ашық баяндалғанда бәрібір иман келтірмеді, әрі өздеріне бұйырылғандарды тиісінше орындамай, ақыры кәпір болып шыға келді. Алла дінде бахира, сәйба, уәсила, немесе хам деген нәрселерді бұйырған емес. Алайда кәпірлер осы жалған сенімдерін жаратқанның бұйрығы деп Аллаға қып-қызыл жала жабуда. Олардың басым көпшілігі ақылға салып ойланбайды. Жахилат дәуірінде арабтар пұттарға арнайы атаған құрбандық малдарын жоғарыдағы аятта айтылғандай, әрқайсысына жеке-жеке ат қойып, айдар тағып бірнеше топқа бөлетін болған. Мысалы 5 рет төлдеген және соңғы төлі ұрғашы болған інгенді бахира деп атап, құлағын кесіп, ен салып, сүтін саумай, пұттарға атаған. Ал кейбір малдарды пұттарға атаған соң байламай, мініске де қолданбай, бос қоя беретін. Сүтін ғана сауып, оны да өздері ішпей, қонағына беретін болған. Мұндай малдарды сәйба деп атаған. Сондай-ақ, төлдегенде бірі еркек, бірі ұрғашы егіз тапқан қой, немесе інгенді уәсила деп атап, егіздің еркегін пұттарға арнап, құрбандыққа шалатын болған. Інгендерін 10 рет қашырған бураны хам деп атап, оны да пұттарға арнап құрбандыққа шалу үшін мініске қолданбай, бос қоя беретін болған. Сол кәпірлерге, қане келіңдер, Алла түсірген Құранға және Алла елшісіне жүгініңдер, солардың айтқанын орындаңдар делінсе, олар ата-бабаларымыздан дін, сенім, әдет ғұрып тұрғысынан не көрсек, сол бізге жеткілікті дейді. Сонда ата-бабалары еш нәрсені білмейтін, тура жолға түспеген болса да, олар солардың жолын қуама. Уа мүміндер, алдымен өздеріңе қарап, өздерің түзіліңдер. Өздерің тура жолда болсаңдар, адасқандар сендерге кесірін тигізе алмайды. Түбінде барлығын Аллаға қайтасыңдар. Сонда ол, дүниеде не істеп не қойғандарыңды түгелдей жіпке тізіп, өздеріңе айтып береді, һәм бәріңді жауапқа тартады. Уа иман келтіргендер, қайсы біріңнің өлетіні белгілі болғанда, яғни соңғы өсиет айтатын кезде, араларыңнан өздерің әділ, шыншыл деп білетін екі кісіні куәға тартыңдар. Яки сапар шегіп,
Жер бетін шарлап жүргендеріңде бастарыңа өлім қаупі төнген, әрі сол сәтте қастарыңда мүмін бауырларың болмаған жағдайда өсиеттеріңе кітап иелерінен 2 кісі куә етіңдер. Егер ол екеуінен күмәндансаңдар, намаздан кейін екеуін алып қалып, тіпті туған туысымыздың пайдасына нұқсан келетін болса да, ішкен ант суымызды арзан бағаға, яғни дүниеге айырбастамаймыз. Алланың мойнымыздағы аманаты болған куәлігін жасырмаймыз. Әйтпесе, шүбәсіз, ауыр күнәға батқандардың бірі боламыз деп, Алланың атымен ант су ішкізіңдер. Егер кейіннен ол екеуінің өтірік айтып, үлкен күнәға батқаны анықталса, ол екеуінде ақысы кеткен, мархұмның ең жақын мұрагерлерінен 2 кісі, бұлардың орнына куәлік етіп, біздің куәлігіміз, бұл екеуінің куәлігінен әлде қайда тура, дұрыс. Біз осы куәлігімізбен ешкімнің ақысын жеп, ала жібін аттамаймыз. Әйтпесе, шүбәсіз, залымдардың қатарына қосыламыз деп, Алланың атымен ант су ішет. Бұл әдіс, куәгерлердің туралықтан таймай, әділ куәлік етуіне немесе ант су ішкеннен кейін, басқа куәгерлердің де ант су ішуімен өтірігі шығып, масқара болудан қорқып, лайықты түрде куәлік етуіне өз ықпалын тигізетін ең қолайлы жол. Ендеше, иләһи үкімдер мен қағидаларға бағынбау арқылы Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар, һәм Алланың үкіміне құлақ асып, мойын сұныңдар. Алла өзіне бағынбайтын азғын қауымды тура жолға салмайды, діттеген мақсат мұратына жеткізбейді. Алла күндердің күнінде пайғамбарларды жинап алып, үмбеттеріңді иманға шақырғандарыңда олардан қандай жауап алдыңдар деп сұрайды. Сонда пайғамбарлар олардың ішкі ниетін, имандағы шынайылығын біз білмейміз. Шүбәсіз, ғайыпты, құлдарыңның көкірегіндегі бар сырды ең жақсы білуші бір өзің ғанасың деп жауап береді. Сол күні Алла былай деп айтады: Уа Мәриям ұлы Иса, өзіңе және анаңа нәсіп еткен нығметімді есің ал. Мен сені қасиетті рухпен қолдаған едім. Сен бесікте жатқаныңда да, ересек шағыңда да адамдармен тілдесетін едің. Саған жазуды, хикметті, Тәуратты һәм Інжілді үйреттім. Сондай-ақ, батпақтан құстың бейнесіне ұқсас мүсін жасап, менің қалауыммен ішіне жан үрлейтін едің. Сөйтіп, ол менің қалауыммен бірден тірі құсқа айналатын. Менің қалауыммен тумысынан соқырды және алапесті құлан таза айықтыратын, һәм менің қалауыммен өлілерді тірілтіп, қабірлерінен шығаратын едің. Сондай-ақ, кезінде сені Исраил ұрпақтарының қастандығынан аман алып қалдым. Оларға анық дәлелдер келтіріп, мұғжизалар көрсеткеніңде, араларындағы кәпірлер бұл дәу де болса нағыз сиқыр деп айтқан еді. Сол кезде хауарилерге, маған һәм елшіме иман келтіріңдер деп аян бердім. Сонда олар: Уа Раббымыз, біз иман келтірдік. Шүбәсіз, біздің бір өзіңе мойын сұнған мұсылман екенімізге өзің куә бол деді. Бір кездері сол хауарилер: Уа Мәриям ұлы Иса, Раббың бізге көктен тағамға толы дастархан түсіре алама деген еді. Сонда Иса оларға: Егер мүмін екендерің рас болса, Аллаға тиісінше тағзым етіңдер, оның құдіретіне шәк келтіруден сақтаныңдар деді. Олар: Біз бар болғаны, сол берекелі дастарханнан дәм татуды, сол арқылы иманымыздың күшейіп, жүрегіміздің орнығуын һәм бізге айтқандарыңның рас екеніне көз жеткізуді, әрі осынау маңызды оқиғаның куәгерлері болуды қалаймыз деді. Сонда Мәриям ұлы Иса: Уа Раббымыз, бізге көктен дастархан түсіре көр. Осы күн һәм біз үшін, һәм бізден кейінгілер үшін мейрам, әрі өзіңнен келген айқын белгі, ғаламат мұғжиза болсын. Бізге сол арқылы
ризық бере көр. Шүбәсіз сен, құлдарыңа ең қайырлы ризықты беруші, һәм ризық беруге келгенде, теңдесі жоқ, асқан жомартсың деп жалбарынды. Сол кезде Алла, мен оны, сендерге сөзсіз түсіремін, көктен дастархан түсіру, мен үшін бұйым емес, алайда содан кейін, араларыңнан кімде-кім күпірлік қылса, шүбәсіз, мен оны, ғаламда жан баласына көрсетпейтін, алапат азаппен азаптаймын деді. Сондай-ақ, Алла пайғамбарларын дәргейіне жинап, олардан, үмбеттерің сендерге не деп жауап берді деп сұрайтын күні. Уа Мәриям ұлы Иса, адамдарға, Алладан бөлек, мені және анамды да, қос құдай тұтыңдар деп айтқан сен бедің деп сұрайды. Сонда Иса, уа Раббым, сен мінсізсің, өзіңе серік болуынан, һәм кемшілік атаулыдан адасың. Айтуға хақым болмаған сөзді айтатындай, маған не көрініпті? Егер солай айтқан болсам, сен оны сөзсіз білер едің. Сен менің ішімдегінің бәрін білесің. Ал мен сендегіні бір өзіңе ғана мәлім болған нәрселерді маған үйретпегендеріңді білмеймін. Шүбәсіз, ғайыпты, құлдарыңның ішіндегі бар сырды бір өзің ғана білесің. Оларға маған бұйырғандарыңды ғана айттым. Әрдайым менің һәм өздеріңнің Раббыларың болған Аллаға құлшылық етіңдер деп айтумен болдым. Араларында жүргенімде, олардың жай күйіне, жүріс-тұрысына өзім куә болдым. Ал өзің жанымды алған сәттен бастап, оларға өзің бақылаушы болдың. Шүбәсіз, сен барлық нәрсеге куәсің. Егер оларды азаптаймын десең, шүбәсіз олар сенің құлдарың, ал егер оларды кешірсең, сен ұлысың, бәрінен үстемсің, һәм әрсің мен әрбір үкіміңде талай хикмет болған, асқан даналық иесісің деп жауап береді. Сонда Алла былай дейді: бұл күн, турашылардың шын сөзі, өздерінің пайдасына жарайтын ұлы күн. Олар үшін жайқалған жасыл бауларының астынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Алла оларға разы. Олар да Аллаға дән риза. Ең үлкен жетістік, ең зор табыс міне осы. Күллі аспан әлемінің, жердің һәм екеуінің ішіндегі барлық нәрсенің бар билігі мен иелігі бір Аллаға тиесілі. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді.